ақ жүрегін тербетіп, ер көңілін желдетіп, сөйлесем даусым аңқыған, сөйлеуге жүрек талпынған. Дәл осылай жырлаған Махамбет Өтемісұлына 220 жыл. Елі үшін қорған болып, халқы үшін күреске түскен Махамбет Өтемісұлының қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше. Махамбет ғасырдан ғасырға жалғаса беретін, уақыт өткен сайын қын түбінде жатпас алмас қылыштай жарқырай беретін тұғырлы тұлға. Махамбетті білмейтін қазақ жоқ, бірақ бұл оның адами болмысы мен айбалта жырын көзге елестетіп, тілге оралтумен шектелмейді. Ақын өлеңдерінің негізгі тақырыбы теңдік пен бостандық, әділдік үшін күрес, қанаушы отаршылдық жүйеге қарсылық болып келеді де, әр қашан жігерлі асып-тасып жатқан асқақ рухпен көмкеріледі. Солардың бірі Махамбет Өтемісұлының жыр жебе туындысы. Бұл топтамаға азамат сені сақтадым, бір күніме керек деп жырлаған қазақтың атақты жырауы, күрескер, дауылпаз, баһадүр ақын Махамбет Өтемісұлының рухани мұрасы негізінен толықтай енгізілген. Бұл жыр топтамасы жас ұрпақты елін, жерін, отанын сүюге, ерлік пен елдікке баулуға, бір сөзбен айтқанда патриоттық рухқа жетелейтін ерекше туынды жас оқырмандарға арналған. Өтемісұлы Махамбет туындысы. Махамбет Өтемісұлының 4 томдық академиялық шығармалар жинағының 1 томына өлең, толғаулар мен күй ноталары жинақталған. Исатай Махамбет тарихы туындысы. Әнес Сарайдың Исатай Махамбет тарихы зерттеу кітабы 1836-1837 жылы патша өкіметіне қарсы қазақтар бас көтеруінің арғы бергі тарихы мен кейінгі ұрпаққа тәлім тәрбиесі жөнінде тереңнен толғам, жүйелі әңгімеленген бірден-бір туынды. Мақпырұлы Серіктің Қазына туындысы. Бұл кітапта Махамбет Өтемісұлы тұлғасының төл поэзиямызда бейнелену ерекшеліктері байыпталған, әрі зерттеу еңбектері топтастырылған. Батыр бабаларымыздың аңсаған арманы еліміздің азаттығын алу болған еді. Соны жадымыздан шығармай, әр қашан мақтан тұтып, болашақта елімізді көркейту бізге парыз. Құрметті оқырмандар, егерде Махамбет Өтемісұлының өмірбаяны мен туындылармен танысқыларыңыз келсе, сіздерді кітапханада күтеміз.